Сәлем. Қандай түстен бастасақ екен? Қызыл түстен бастайық. Сендер қызыл түсті қандай көкөністерді таныйсыңдар? Ол қызанақ ғой. Дұрыс айтасың, ол бізде қызанақ. Ал енді қызанақтың жапырақтары мен сабағына орын дайындайық. Қызанақтың жапырақтары мен сабағы жасыл түсті болады. Жапырақтың үшін өткірлеу жасаймыз да кесіп аламыз. Бір, екі, үш жапырақтарымыз дайын болды. Тағы екі жасаймыз да 5 жапырақ бізге жеткілікті болады. 1, 2, 3, 4, 5. Енді осы 5 жапырақты біз қызанаққа жабыстырамыз. Жапырақтарымыз дайын болды. Енді біз сабақты жабыстырып қоямыз. Міне осындай қызанақ дайын болды. Енді оған екі көзді жабыстырып, тіріге ұқсаттырайық. Ол үшін ақ пластилинді алып, одан екі кішкентай шар жасайық. Енді қара түсті пластилиннен одан да кішкентай екі шар жасап, ақтың үстіне жабыстырамыз. Міне, тіріге ұқсап бара жатыр. Енді ауызды жасап берейік. Міне, осындай қызанақ болып шықты. Енді жасыл түсті көкөніс жасайық. Жасыл түсті қандай көкөніс таныйсыңдар сендер? Осы көкөністі жасау үшін біз бір үлкен және көп кішкентай шар жасаймыз. Енді осы кішкентай шарларды жалпақ істейміз де үлкен шарға жабыстырамыз. Біреуін жабыстырып қойдық. Ал енді екіншісін дайындаймыз. Екіншісі де дайын. Үшінші. Төртінші. Бесінші. Алтыншы. Жетінші. Ой, қалай көп болды. Мен шатасып кеттім. Әйтеуір, осы көкөністе өте көп жапырақ болады. Және осы көкөніс 40 қабат деп аталады. Енді оны біз тіріге ұқсатайық. Бірінші көзге орын жасаймыз да, ақ пластилиннен екі кішкентай шар жасаймыз. Енді осы екі шарды дайындап қойған орынға жабыстырып қоямыз. Енді одан да кішкентай екі қара шар жасаймыз. Оны біз ақтың үстіне жабыстырып қоямыз. Енді ауызды жасайық.
Бізге ұқсап кетіпті ғой. Мүмкін қаз жасаймыз? Біздің 40 қабат қабағын түйіп алған сияқты. Енді тағы қандай жасыл түсті көкөніс жасаймыз екен? Қалай ойлайсыңдар? Ал қияр. Дұрыс айтасың. Енді біз қияр жасаймыз. Кішкене сызықтар мен нүктелерді қосып, шын қиярға ұқсатайық. Міне, енді шын қиярға ұқсайды. Енді осы қиярға көз жабыстырып, тіріге ұқсатайық. Көздеріміз дайын болды. Енді ауызды жасап берейік. Осындай қияр болып шықты. Сары түсті қандай көкөністерді таныйсыңдар сендер? Ал лимон ғой. Жоқ, лимон бізде жемістерге жатады. Онда алма. Жоқ, алма да жемістерге жатады. Онда ал не? Ол бір сары түсті көкөніс. Осы көкөністің осындай жасыл түсті сабағы болады. Дұрыс айтасың, ол бізде тәтті бұрыш. Енді көздеріне орын жасап, ақ пластилиннен 2 кішкентай шар жасап, көздерін жабыстырып қояйық. Біздің тәтті бұрыштың көздері бадырақ болып шықты. Енді ақтардың үстіне 2 кішкентай қара шарларды жабыстырып қоямыз. Енді көзге өте ұқсады. Енді аузын істеп берейік. Осындай сүйкімді тәтті бұрыш болып шықты. Қызғылт сары түсті қандай көкөністерді таныйсыңдар сендер? Мандарин. Зат сәбіз. Дұрыс айтасың, сәбіз, ал мандарин бізде жеміс болып саналады. Енді сәбізге жасыл түсті сабақ дайындаймыз. Енді осы сабақты сәбізге жабыстырып қоямыз. Сәбізге қаз жасап көрейік.
қандай сәбіз болып шығады екен? Енді көздеріне орын дайындайық. Ал енді ақ пластилиннен екі кішкентай шар жасап, көздерін жабыстырамыз. Екі кішкентай қара шар жетіспейді. Ауызын жасап берейік. О, қандай көңілді сәбіз болып шықты. Мінекей, бүгін біз осындай көкөністерді жасадық. Сәбіз және қызанақ. Сәбізді көп жеген балалардың бойлары ұзын болады. Тәтті бұрышпен қырық қабат. Тәтті бұрышты көп жеген балалардың дендері сау болады. Және қияр. Жалпы барлық көкөністер өте пайдалы. Көкөністерді көп жеген балалардың дендері сау болады және күшті болады. Келесі кездескенше, көкөністерді көп жеп, сау болыңыздар. Ұнаса, лайк қойыңыздар.